Всем привет! Бұл екінші часть алынған видеоның. Мен жаңа кептіріп алғам, одан кейін қазір үтіктеу үшін тағы кептірдім. Шашым епа-жипа болып кетті құрсын. Менде екі утюжок бар. Біреу андай мини утюжок, біреу осындай зәт. Осындай утюжок, бірақ бұның аузы сынып қалған. Оны бүйтіп істеуіміз керек. Қазір мини утюжокты көрсем. Мини утюжок мені осымен үтіктейін деп отырмын енді. Қызам екен мынау енді. Қазір қызсын. Уже қызып бастады, енді біз үтіктей береміз. Вау, қазір үтіктеп болғанымызды көрсетейін. Достар, короче, шашымды үтіктеп болдым мен. Оның шыртса қарайды. Ал енді біз қолымызды жарып кетпеу үшін. Мен жаңа ыдыс жуғам, сол үшін жарып кетпеу үшін крем жағатын боламыз. Қазір сабақ орнап тастаймыз и 3-ші жасқа жетеді деп ойлаймын. Прям белім қатты ауырып кетті. 3-ші жаста біз сабақ орындаймыз. Бір көшеде болған бір история бар. Короче, біз негізі өрік алуға кетіп бара жатқанбыз. Қасымызда бір қыздар, үш қыз жүрді. Үш қыз сосын тағы бір апаларымыз сияқты. Короче, көрші апаларымыз бар. Олар да өрік алуға кеттік та. Сосын ана жерде кіммен барады деді. Сол апалар. Сол кезде біз қасымызда Ақош екеуміз айттық та, короче. Одан кейін сол екеуміз алып кетті. Ана үш қыз, короче, бүйтіп қалды. Сол кезде біз қасына барып отырдық, үндемей отыр. Ана бар біздің көзімізше, мен дейсің ба дедім де өрікті. Ана бар біздің көзімізді не істеп отыр дейді. Короче, дейсің ба деп айттым негізі. Короче, өсектеп отыр. Сөйтіп біз кетіп қаламыз. Одан кейін тағаны іздеп келерді, одан кейін үлкен ұрыс болады. Біз деген қымғана солардың аттарын біреулермен қосыла жазып қойды. Ол қыз әкең шет деген сөз шығарып алғанда, соның мамасы айтып барған. Бұл бұған сыймайды, так что 3-ші жаста ит береді.